Сәлем достар, алдыңғы видеода Huawei Watch Fit туралы көрсетіп едім. Негізгі функциясын, неше түрлі цифр болатын, әдемі жағын деген сияқты көрсеттім. Бірақ маған ұнаған ең негізгі функциясы ол видео жаттығулар. Сонда сіз не істеу керек, қалай істеу керек, қанша уақыт істеу керек, бәрін көрсетеді. Осы видеода сол туралы айтқым келді. Менің атым Бақтияр, бұл Кастияқ Шалу, ал біз бастаймыз. Ал көрсетіп жіберейін. Негізгі батырманы басқан кезде жаттығу болады. Ол жаттығу ашқан кезде сізде 12 видео курстар болады. Ашсаңыздар, міне энергия, мойныңызға арналған, жұмыста отырып жаттығу жасаңыздар, немесе арықтауға арналған, растяжка дейді, және пресске арналған жаттығулар бар. Соның үшеуін қазір жасап көреміз. Егер сіз көп уақыт офиста отырып, компьютердің алдында көп жұмыс істейтін болсаңыз, сізде жаттығу жасаған дұрыс болады. Соған арналған видео курсы бар. 6 минуттық жаттығу, оны жасау оп-оңай. Бірінші жаттығу ол аяқты көтеріп, тез жүгіргенмен бірдей. Оны бір орында жүгіру керек, ол 20 секунд ғана істеуге болады. Мысалы осындай. Жаттығу бітті. Енді екі келесі жаттығу қолды жоғары көтерек болады, аяқпен бірге. Ол мысалы осындай. Болғаннан кейін өзі вибрация сезіледі. Келесі жаттығу аяқты созу керек болады. Өзі айтып тұрады, 12 рет деп айтылған. Енді соны қайталау керек, бірақ сол аяқпен. Пульс 90 рет ұрып тұр жүрек. Бұл 4-ші жаттығу. Болған кезде өзі дірілдейді. Тағы да жүгірсін деп жатыр. Жетінші выпад деймі. Аяқты тарту керек болады. Аяғын соз деп тұр. Елі тұтқан 20 секунд бұлай ұстаймыз. Мүмкін компьютерда отырғандардың аяқ қозғалмайтын шығар. Аяқ шынықпаған арқасында осылай ма? Жалпы осылай офиста отырғандар осы жаттығу жасасаңыздар, сіздерге үлкен пайдасы тиеді. Мына арықтайтындарға арналған жаттығу кімде артық салмақ бар деп ойлайды. Соны қазір көреміз, не істеу керек екенін. Ол да сол, жүгіру керек.
Так, келесі жаттығу. Денемізді түсіріп, қолымызды аяққа дейін жеткіземіз. 16 рет дейді. 1, 2. Болды. Келесі жаттығу планка дейді. Жаңағындай алды қарай отырамыз, бірақ бұл артқа қарай дейді. Жалпы 12 рет мен 7 рет жасаппын. Бұл енді арықтау үшін дейді. Мен ойымша кез келген терлететін жаттығудың бәрі арықтау үшін сияқты ғой. Болды. Растяжка кобра деп тұр. Қазір мен созыламын. Осы созып тұру деп тұр. Мына сағаттың жақсы видеосын көрсетіп тұрады. Не істеу керек екен, қанша уақыт істеу керек екен. Мен ойымша ол біреумен жұмыс істегенмен бір дейді. Өте ыңғайлы. Осы туралы айтқым келді. Енді соңғысы жаңағы растяжка. Тоже сол. Опа. 20 секунд. 20 секунд аяқ тарту керек. Сонымен бітеді екеуі. Ең бірінші не істеу керек көрсетеді. Одан кейін сол өзін көрсетеді. Қанша уақыт істеу керек, істеп болғаннан кейін дірілдеген сезесіздер. Сол болды деген сөз. Так, 19-шы. Осымен болды. Мына екі жаттығуды көрсеткім келді. Өйткені бағана бері осы уақытқа айтқаным үлкен артықшылығы ол сізге не істеу керек екен, қанша уақыт істеу керек екен, қашан бастау керек, қашан аяқтау керек, соның бәрін көрсеткені менің ойымша ыңғайлы. Соңғы видеода айтылғандай, бұл сағаттың бағасы 60.000 теңге. Кімге керек бұл сағат? Егер бұл видео 1000 лайк жинайтын болса, осындай конкурс басталады. Бұл конкурстың 4 шарты бар. Бірінші шарт ол каналға жазылу, екінші шарт бұл видеоға лайк басу керек, үшінші комментарий жазыңыздар. Комментарийға менің ойымша Instagram аккаунт жазсаңыз дұрыс болады. Және төртіншісі, ең маңыздысы, ол бұл видеоның төменгі жағында сурет болады. Сол суретті пост ретінде қойсаңыз болады. Өйткені кім бұл сағатты ұтады, сол комментарийдағы аккаунтыңыз арқылы сіздің Instagramыңыз тексереді. Егер осы 4 шарт орындалмаса, бұл конкурсқа қатыспайсыздар. Сонымен бұл конкурс 10 күннен кейін болады. Кім ұтқанын сол кезде көреміз. Ал енді сәттілік, 4 шартты орындаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Егер сіз постоянно сөйлеу керек қой. Ол да сол, жүру керек.
жібергенді қайталап саламыз. Ана видеодан алып саласың.